Республика мерекесі қарсаңында Әлімтау елді мекендегі 1198 тұрғын таза ауыз суға қол жеткізді. Осыған байланысты аудан әкімі Мұхит Баймұхамбетұлы тұрғындардың қуанышымен бөлісуге арнайы барып нысанның лентасын қиды. Ал көптен күткен қуанышта ауыл тұрғындары жиналып, әжелерде ән салды. Аудан орталығынан 1 сағаттық жолда жатқан Әлімтау ауылдық округі орталығына таза ауыз су берілді. Лентаға ішке енген аудан әкімі Мұхит Отаршиев нысанның қуаттылығымен танысты. Әлімтау елді мекенін таза ауыз сумен қамтамасыз ету құрылыс жұмыстары былтырғы жылдан өтпелі нысан ретінде басталып, ағымдағы жылы пайдалануға берілді. Жобаға сәйкес елді мекенде 2 ұңғыма қазылып, 21,8 шақырым ауыз су құбырлар тартылды. Сондай-ақ ұңғымадан шыққан суды тазалауға арналған 2 дана мембрана қондырғылар орнатылыпты. Ауыл тұрғыны Қанат Сейдазимовтың айтуынша, бұған дейін де ауылда құбыр суы болған. Оны өздері үйде-үйге тартып әкеліпті. Алайда оның сапасына кепілдік жоқ еді деп отыр. Мынау құдығымыз, мынау жерден водовозбен тасып қоямыз. Соны шелекпен алып тұтынамыз үйге. Кеше пандемия кезінде бәрімізде осы ауыл бірігіп, мынау жердегі бір скважина бар, сол жерді қолға алып молда деген молдамыз ауылдың. Содан кейін бәріміз үйде-үйге кәдімгі 50 шлангымен қолма-қол ручной кіргізіп алған жайымыз бар. Ішуге жарамды ма негіз? Енді жарамды ма, жарамсыз ба енді. Соны ішіп отырын пайдаландық. Осы күнге дейін, бүгінгі таңға дейін. Құдағасы бүгін таңға мына фильтр суымыз қосылды. Ол жаққа қанша төлейтініңіздер? Бұл жерге тоннасына 150 теңге төлейміз. Ал мына жаққа енді қанша төлейтін Бұл жерге енді ертең тарифі шығатын шығар Құда қаласа. Арзандау болады, өкіметтің суы ғой енді. Мына жерде счетчигіміз тұр. Счетчиг арқылы төлейміз оны да. Былай төлей бермейміз ғой енді. 20-да басталған, 21, 22, 3 жылға созылды. Бірінші жылға график бойынша барлығы. Бірінші жылға артезиан қазылды. Екінші жылға водопроводный сеть тартылды полный ауылға 25 километр. Осы 2022-де нені су қойманы, насосный станцияны, фильтрацияны алып кеп қойдық. Қазір таңда ауылға су толығымен беріліп тұр. Ескертпе лестница, резервуарға шығатын лестница ескертпе берді. Басқа жұмыстарымызды көрді. Қойылмаған ба соны лестница ол қалай? Ол проектіден берілмеген. Себебі бұда автоматика полный. Тек қана оның төбесіне шығудың да қажеті жоқ. Поплавокпен жұмыс істейді. Егер толса, насостар автоматически өшеді. Азайса қосылады. Ауылда аз қамтылған отбасылар бар. Мердігер мекеме тарапынан осыларға бір жеңілдік көрсетілді ма? Ондай қаралған жоқ. Сарыағаш ауданы аумағындағы тұрғындардың санына шаққанда орталықтандырылған ауыз су құбырымен қамтылу деңгейі 74,5%-ды құрайды екен. Ағымдағы жылы елді мекендерді ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында 8 нысанның құрылыс монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан көрінеді. Мейірхан Бақытжанұлы, Асан Қазақбаев, Сәтте арнасының жаңалықтар қызметі.